Сәлеметсіңдер ме менің ақылды да білімді оқушыларым. Шәкірт онлайн мектебі сендермен мен Аяулым Нышанбайқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз балалар күй атасы деп аталады. Сабағымыздың мақсаты сөйлеу барысында суретті қолданасың. Күй өнері тақырыбына 5 сөз ойластырыңдар, мағыналарын түсіндіріңдер. Күй, домбыра, балбырауын, қосалқа, сарыарқа, күйлердің аттары. Осылай 5 сөз табамыз. Мәтінді түсініп оқы. Құрманғазы. Ақмаңдай қыз құрбыларымен бірге өзен бойлап жетектеріп қайтқан. Жүзі жайнап, үйге көңілді енді. Төр алдында бұрын көрмеген бейтаныс қонақ отыр екен. Егде тартқан ата-ананың жалғыз қызы Ақмаңдай, ешкімге артық көз тоқтатып қарамайтын ер мінезді еркек бойжеткен болатын. Сол әдетімен үйдегілерге мойын бұрып қарамастан үкілі сары домбырасына қол созған. Домбыраны алып жүкаяқтың алдындағы көрпешеге жайланып отырды. Алғашқы бір-екі қағыстана құлағы теріс бұралып қалғанын байқады. Домбыраны демек жақсы біледі екен, балалар? Ол қабағын шыта ата-анасына қарап, «Мынаның құлағына кім тиген?» деді. Олар не дерін білмегенде төр алдындағы қонаққа барады. Қонақ үнсіз қыз қимылын бағып қалған деген қарап отыр екен. Ерке қыз сөзін екі қайталамады. Домбырасының құлағын өз бұрауына түсіріп алды да бір күйді тарта жөнелді. Бұл Адай руының енді аты шыға бастаған өнерлі қызы Ақмаңдай болса, тартып отырғаны Адай атты күй екен. Қонақ қыз тартқан күйді қалт етпей тыңдады. Күй аяқталысымен саңқ еткен үнмен, «Қарағым, домбыраны бері берші, күйдің күйін кетірдің ғой», деді. Мұндай сөзді күтпеген Ақмаңдай сасқанынан домбыраны бейтаныс қонаққа ұсына берді. Ата-анасы да аң-таң. Бұл өңірде Ақмаңдаймен өнер жарыстырар күйші аз болатын. Оның үстіне жаңағыдай сөзді бұрын-соңды естімеген еді. Қонақтың домбыра тартысы, тартқан күйі үйде отырған 3 тыңдаушысын сиқырлап тастағандай. Мына қонақтың тегін адам еместігі, ерекше жаратылысы, ерен өнері еріксіз мойындатқызып бас егізген жайы бар. Күй аяқталғаннан кейін үй іші демін іштен алып, дем алып. Бір сәт үнсіз отырып қалды. Сәлден соң үй иесі қақ. «Шырағым, домбыра тартысыңнан байқап отырмын. Қызылқұрт руынан шыққан Құрманғазы деген күй құдіреті бар деуші еді. Сен сірә сол боларсың», деді. Күйшінің саусақтарына қарап қалған қыз енді оның жүзіне қарады. Қонақ еңселі, ер тұлғалы, жүзі келісті келбетті кісі екен. «Болсақ болармыз», деді қонақ сәл күлімсіреп. Бұл теңдесі жоқ тума талант бір туар тұлға қазақ халқының ұлы композиторы Құрманғазы Сағырбайұлы еді. Сонда тартқан күйі серпер екен. Мәтіннің авторы туралы деректі түсініп ал. Ахмет Жұбанов 1906-1968 жылдары өмір сүрген, Ақтөбе облысы Темір ауданында дүниеге келген. Ол композитор, қазақ музыкасын зерттеуші, көрнекті ғалым, дирижер. Құрманғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрін құрған, Абай операсын жазған авторлардың бірі. Мәтінге сүйеніп, екі ұғымның арасындағы байланысты анықта. Құрманғазы және күй құдіреті. Берілген суретте мәтіндегі қандай оқиға бейнеленген? Әңгімеле, қыздың күй тартып отырғаны және де Құрманғазының қымыз ішіп отырғаны, Қазіргі күйшілерден кімдерді атай аласың? Мұрагер Сауранбаев, Секен Тұрысбеков, Асылбек Еңсепов, Жасарал Еңсепов, Төлеген Момбеков, Айбек, марқұм Қаршыға Ахмедияров және баласы. Топ алдында сөйлеуге дайындал. Пікір: күй тарту қазақ халқының ұлттық өнері. Дәлел: күй арқылы балалар көптеген оқиғаларды, көптеген шығармаларды жеткізе білген. Мысал: Ақсақ Құлан Жошыхан. Қорытынды: күй өнері қазақ халқының ұлттық өнері. Себебі күй арқылы барлығын жеткізе білген, осы күй арқылы да бізге жетіп отырған мұралар бар. Бұл сабақтан не үйрендім? Құрманғазы атамыз туралы мәлімет алдым. Құрманғазы атамыз домбыраның құлағында ойнаған күйші атамыз екен. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталып қалыпты. Сау, саламатта болыңдар.